Жаным, мен тоңып қалдым. Ойбай жан, ұмытып кеттім ғой. Армияда жүріп ел қызы болмағасын. Жан, өзің тоңбайсың ба сен? Жан, онда сұрақ қоя бермеші. 40 градус аязда жалаң аяқ қар күреген балаларымыз ғой біз. Жан, осы сен армияда автомат ұстадың ба? Аспанға АК-47 оқтап жіберіп пақ-пақ еткіз. Жаным, сен сүйем, I love you деп жазған атыңды мен емес па? Мынау кім военный форма киіп сынауды дезертир жүрген ата білесіздер тұсай. Жаным, бұл жақта бұзықтар көп, мына жақпен кетейікші. Жаным, онда мен кірейінеге, я? Аха, жарайды. Жаным, сен тоңбайсың ба? Жоқ, тоңбаймын жан. Жарайды. Жан, айтпақшы, мына жаққа трасқа шыға салатын жол жоқ па? Жоқ қой, жаным. Жарайды. Ей, мал! Bir gidеші! Бәрден гидеш! Айрам, ей! Жетістікке жеткің келе ме? Иә. Бақытты өмір сүргің келе ме? Иә, әрине. Миллиондаған ақшаң болсын дейсің бе? Иә. Ондай болса, диваннан көтіңді көтер. Қойшы, лақап тұрмын. Мыналардың түрі қорқынышты. Қазір тиіссе, екеуін бірақ қалай құлатам? Не істесем болады? Мен вайнермін ғой. Демек тапқырмын. Таптым. Алыңдар ана стволдарды. Бейтан алыңдар. Миларын шаш жүрек. Любой. Түсінің бе? Любой. Пацаны. Пацаны. Gente, let's go. 그렇네. 기억에 나간 고무스. 되는 거 아니야?干닮아.啥的？跟奥森教授，这干嘛极限？ olursa gideceğim.家里啥的？ Yani 그래. Aşk olsa Өзбектің қызымын. Братишкалар, бірінші курстың бірінші семестрдің конкретно бітіріп тастадыңдар, жарадыңдар. Әдеке дұрыс айтасың, бауырым. Жігіттер, енді біз сендерді ұрмаймыз, соқпаймыз, інілеріміз болып қаласыңдар, араласамыз. Бірақ та 4-ші курста Ақтауский малой деген ағаларың бар. Бүгін практикадан келіп жатыр. Алтын, жүзік, жылтыр, қазақстанский спортивка айфондарың болса тығыңдар. Ол өте жауыз, қасқыр мінезді, Ақтауды шулатқан. Братан, келді. Кім келді? Малой келді, малой. Ассалаумағалейкум, братан. Sigorta, kishki, ish baliq, ish ikra, ish qazi, kuchim, 3-kollatada. Малый повзрослел. Бай деген ән жазсам деп отырмын тойға. Қалай бой, нормально ма? Ей, қалай родной? Құттықтай берсең болады. Эстрадный вокалға түстім. Базар жоқ, құтты болсын родной. Енді строгий фирма, милизм, качество ғана қолдайын ғой. Шетел ғой, шетел. Родной, қай өлеңді айтып тұрсың сен? Чумаковтың «Скажи» ғой. Скажи, зачем тебе любовь моя? Зачем тебе весна моя? А самое главное мне скажи. Просто брат бар ғой, Қазақстанда ешкім түсінбейді. Шетел қуалау керек. Мен асық қаратырым андай тойларым бар еді, бір екі өлең айтып кету керек. Халтура қуаламасаңдар ше. Ақша керек андай, көрсеміз е. Қалай, родной? Қалай, родной? Тойға ән жазайын деген қайда? Просто бұл репетиция бұл. Брат, мен мынаны айтып отырғанмын негізі. Скажи! Начинаем 20
Келсем бауырым, қайда барасың бауырым? Шымкентке бара жатырмын, братан. Шымкентке барасың ба, бауыр? Автобус дейтін, люкс қой. Кондер, майндер, телевизор, барлығы бар. Шымкентке есің алма дейін. Апарып тастап, спальнingға ұйықтатып кетеміз ғой, бауырым. Қанша, братан, қанша? 3000 теңге ғой, бауырым. 3000 көп, братан. Жарайды, бауыр, бергенші. Конкретно қаншаң бар, бауырым? 2,5 бір, братан. Қазір автобусқа барасың, осы орынға отырып аласың, водитель сұрап жатса, әділеттің брачкасын есе жарай ма? Все, рахмет, брат. Бер сал ақша. Давай, жақсы. Қайда барасың? Білейін, бір әдемі қыздың жанын түсім екен. Где-то в области сердца, где давно не искал я, ты оставила греться. Ал, бала, неміз жібер. Я берегу тебя внутри разбитой души. Жан, ыстық мороженое алайықшы. Мә, менде 100 теңге ғой, оны өзі автобусқа. Қош қызына ұят болады аласың. Теплый бриз, белый песок, здесь никто не одинок, только любовь. Жан, күн ыстық, я? Сол ғой, шөлдеп кеттің, жан сушен алып кеші. Мә, 100 теңге. Өзің там 70 теңге ма қосып бана, дүйшесі ба аласал, я? Жан, сосын зачем қалып атса, шушен темекі аласыш? I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wish on me. Hope I got some brothers that outlive me. Динара, үйге не берді? Әрбір адамның өмірінде бар супергерой. Так, бүгін староста таңдаймыз. Староста, маған тізімді жазып беріңізші. Аха, жарайды. Апай, Мадина ауырып қалыпты, келе алмайым дейді. Той, балалар, ешқайда бармаймыз ғой, бір жаққа барайықшы, хотя киноға ма? Біздің староста торымыз осы, астық қысау керек еді. Ау? Тақта неге дайын емес? Староста. Ол барлық сыныптағы балалардың домашний телефонын біледі. Ол әрдайым сенің артыңды жауып жүреді. Староста. Подруга, қайырлы түн. Саған да жан. Вот и все. Вот и вся моя жизнь. Чаша моя, видать, переполнилась. Давай, Мадина, кездесеміз. Жігіттер, шыға беріңдер. Ақсұлтан, мүмкін емес, қашан ел көміп пәтерге көшеміз. Айттарым жоқ саған бар ғой. Ертең мен қыс алып келемін. Көке, ассалаумағалейкум. Қордайға алып кетіңізші. Отыр, 5000 теңге болады. Көке, менде ақша жоқ. Бірақ сіздің ішіңізді пыстырмай, магнитофонды өшіріп қойыңыз. Барғанша өлең айтып барам, алып кетіңізші, көке. Кез келген өлең білесің ба? Любой өлең білем, любой. Так, раз магнитофон істемей қалып еді. Отыр, кеттік. Қашық отын айтшы. Қашық оты жанады, жана берсін. Танис подождем, только мы вдвоем. Неге бәріміз? Неге бәріміз? Мүмкін күн шыққанға. Кешудің ана, ешкере дейтін әнін айтшы. Ешкере! Ағай, мен ешкере деген өлең білмейді екен. Білмейм? Көке, не болды? Сен ешкере деген кешудің әнін білмейсің ба? Білмейді. Ол әнді білмейсің, қалай такси тоқтатып тұрсың ең? Намысы жоқ қазақ екенсің сен. Кешудің ән білмеу деген ят қой. Сол жаттап алу керек. Алло, Акс. Қарыз ақша бар ма? Срочно керек болады. Қазір көч бір. Алло, брат, мына жаққа келіп жатыр, мен ерегісіп қалдым балалармен мына жақта. Акс, мына курткаң жынды тұрды маған. Мен киіп кеттім. Брат, пожалуйста, бүгін қонайын. Соңғы рет, рахмет. Алло, Фара, сен машинаменсің ғой, брат, мамамды күтіп алшы вокзалдан. Мен қазір Айкамен жүрмін ғой. Вообще уақыт жоқ қазір.
Ертең 8 март пиязды бүгін. Алло, пульт қайда? Өш бөкен өтіртім кететпеш. Ертең 8 март мат бермейтін білем. Алдыңғы жыл қожды мат бермеді. Бас сен. Ей, алуа, алдыңғы жыл сменда болдым. Не алдыңғы жыл? Сменда болдым. Бастан смен оқып кетесің. Ертең қайда боласың? Басталды, мына қатын бар ғой. Ей, ертең тош сменда болам. Бала шағаның қамы, сендердің қамдарың. Әдесесің ғой осы жерге. Анау жұрттың байларын қараш деп беріп отыр. Алтап береді, күмсап береді, бриллиант. Анау біржан бар ғой, әйелден. Машинап берді. Сенде ода жоқ қош. Алуа, жаңа жылың әселіңе шуб алып бер. Бұл жетеді ғой, 10 жыл қақсатып берген шуба не керек бар маған? Еще менің атына кредит алып, өзім төлеп жүрмін. Біреулер сұраса, төкен ат бер, төкен шап бер. Мә, кім біледі ат берген? Қойшы, алуа, мен сен бірінші класста сүйем ғой, алуа, сен дегенде сердце слабый ғой, жаным әшін, мен сен бір сүйгенімнің өзі подарок емес па, алуа? Бетті кеше, алуа, жаным сен үшімеш деген. Сен мұртың қыштады. Алуа, сен үшін мұртымды қырам, алуа, сен үшін бәрін қырам. Мына машинаның ішінде темекінің ісі бұрқырап тұр. Сен бала темек шегіпсің ғой, а? Папа шеккен шығар? Әкең темекін қойғанда 2 ай болды ғой, не айтып отырсың? Ой, мама, достарым отқан жаңа. Ремень тағып отыр, тағып отыр ана ремень. Жайда тосын, жайда 40-тан асырма. Светофорға тоқта деймін, қыз жанып тұр ғой, 3 секунд бар ғой, әлі үлгереміз ғой. Сонда да тоқта жайда, 40-тан асырма деймін айтып отырмын ғой мен саған. 60-пен жүруге болады. Сен білем ғой, алдында подругалар барлығы жіберді WhatsApp-тан. 80-100-мен басады екенсің. Анау жұмыстағы Марина Ивановнан бас кете жинап сен алдында. Ой, мен емес ол. Сен сосын әйел пешоходта абайлаш. Адам көп жүре ма, ана жер бар ғой, постоянно авария болады жатады. Авария ана жер. Оқу жылы әлі біткен жоқ, балдар өте көп. Не болса да маған Самат ағай шешіп береді бәрін. Самат ағайың өзі алдына ұстап қалыпты. Өзіне шешіп берген адам керек деп жүр. Сосын қазір мен соңғы апарды, сонан кейін базарға барамыз. Базардан кейін анау Ардақ больницаға түсіп қалыпты. Сол больницаға бару керек, одан соң үйге, кейін боламыз, сосын қонаққа барамыз. Оған бәріне уақытым жоқ, мама, мен достарым күтіп тұр ар жақта. Шешеңнен достарың артық болса, онда мен түсіп қалайын, таксимен барамын. Ой, болды, отыршы мама, кешірші болды. Өлең тыңдашы бір адам сияқты. Міне қайсылет деген тыңдашы, басқа бір өлең қойсайшы. Не бұл? Ой, мәс. Мына біздің өлең ғой. Міне өлең деп осы өлеңді айт. Білімсіздер, сендердей студенттерім барына мен ұялам. Осы сабақтан кейін менің қосымшама келіңдер. Ары кетсе 1000 жарым теңге. Сол 1000 жарым теңге қалқаларынан жағалып жатыр. Апай, қымбат қой 1000 жарым теңге. Қандай қымбат? Ар жаққа барып көр 5000 теңге. Конспект шалысына кетіп қалады дейміз. Жоқ, мен болсам білім бар. Ақшаға құлап тұрған жоқпын. Просто сендердің білімдерді ойлап тұрмын. Білімді оқып шықса кетіп ойлаймын ғой мен сені. Мақтанып тұр деп ойламаңдар, менің Қуат деген үлкен ұлым бар. 9 тілді біледі. Сенесіңдер ма? Тым білімді. Ол Пекинге, Парижге, Лондонға барып оқып қайтты. 9 тілді біледі. Апай, сонда қандай тілді білмейді? Қазақшаны білмейді. Зачем қазақша? Алдында 5000 долларға маған шуба салып жіберіп мақтанғаным емес просто. Студенттер, вообще ұяттарың жоқ, бір емес 3 мұғалім тұр ғой. Қыздар, барлық жақсы туристік киімдердің барлығы менде. Ол Құлан-Ке, хыббак анау бар ғой, еще мынандай туфлилар бар. 5000 теңгеден айғайлап кеткенский, еще маскалар бар, монгольский, анангез, аян Ташкент болады. Дәурен, сен осы группаның старшысысың. Сенің көңіліңе қарап осындай нәрсе істейін деп тұрмын мен. Конкретно кімге стипендия керек, солардың спискін жаз. 15 адамға 1000 жарым теңгеден 22 500 теңге болады. Көзім жұмып, тас қойып беремін бағаларға, и все. Бір тиын суда болмаса сосын Дәурен. Менің 2 басым жоқ, 1 басым бар. Ертең екандар естіп, сотталып кетпеймін, абайлап. Ұлдар, қыздар, тарихтан лекция дәптерін келдіңдер ма? Лекция толық болмаса экзаменге қабылданбайсыңдар. Блин, менде лекцияның жартысы жоқ қой. Сабақта сериал қарамай жазу керек еді. Тездеп жазып тастау керек. Қолымнан келеді. Осы сабақтан кейін дәптерлерін жинап алам. Группа, Сәуле Десетайна бүгін конференцияда келесі сабақ болмайды. В смысле? Айтпақшы, группа, дәптерлерін маған жинап бересіңдер. Не біләсетін етін? Не oldu? Біліш. Не сен маған? Сен маған бір нәрсе деген тұрма? Не oldu? Жүр, конкретно, жүр. Бері беш. Не? Не oldu? Не? Ой, біліш. Конкретно не деген кеп тұрсың? Не oldu? Жүр. Не кәксің ба? Жүр. Не oldu? Брата, қақта жүрсің, ертең кеп өлейін деп қалдық қой. Не oldu? Не oldu? Шақырсай, братан. Вы что здесь устроили? Вы что морите? Вы на моей кровати? Погодите. Вам что-то...
Это лампа Аладдина. Я попрошу желание и посмотрим, сработает ли. Я сказал, хочу, чтобы мне сделали минет, чтобы... Ну ничего себе, ну вообще. Отлично вообще, супер.